25 пен 65 жас аралығындағы қазақстандықтарға арналған жаңа жәрдемақы. Еңбек министрлігінен түсініктеме. Қазақстандарға WhatsApp желісінде 25 пен 65 жас аралығындағы азаматтардың мемлекеттік жәрдемақы алуға құқығы бар екені туралы хабарлама келіп түсті. Бірақ оны алу үшін олар сауалнама жүргізуі керек. Бұл туралы Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жауап берді. 2025 жылдың 26 ақпанында stopfake.kz мамандары жалған хабарламаның қандай болатынын көрсетті. Онда бұл мемлекеттік жәрдемақыны Қазақстанның барлық азаматтары ала алады. Жасыңызды таңдап сауалнамаға қатысалыңыз. Мамандандырылған ресурс мамандары жаңа жеңілдік туралы Қазақстан Республикасының ресми сайттарында жарияланбағанын баса айтты. Мұндай ақпарат үкімет сайтында да, президент порталында да жоқ. Еліміздің бірде-бір департаменті немесе комитеті жаңа бағдарлама туралы мәлімдеме жасаған жоқ. Мемлекеттен төленетін төлемдер туралы ақпарат ешқашан үшінші тарап порталдарында жарияланбайтынын есте ұстаған жөн. Интернетте белгісіз ресурстарда деректеріңізді қалдыра алмайсыз деп қосты олар. Өз кезегінде еңбек министрлігі бүгін барлық әлеуметтік төлемдер Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексімен реттелетінін мәлімдеді. Бұл жәрдемақы түрі жоқ. Біз азаматтарды тек ресми ақпарат көздерінен алынған ақпаратқа сенуге шақырамыз деп қосты. 27 ақпанда Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі. Айта кету керек, қазнетте жалған төлемдер мен жеңілдіктер туралы осындай хабарламалар жиі пайда болады. Мысалы, 2024 жылдың маусым айында белгісіз әлеуметтік қор 1949-1998 жылдар аралығында туған қазақстандықтарға 50 мың теңге төлейді деген ақпарат тараған болатын. Бірақ содан кейін еңбек министрлігі әлеуметтік көмектің мұндай түрі жоқ екенін айтып, азаматтарды ешқандай жағдайда да сілтемені ұстанбауға шақырды.